Бұл оқиға менің есімде мәңгілікке сақталып қалды. Ақтөбеге таңғы салқынмен жолға шыққанбыз. Күйбең тіршіліктің жыры біткен бе? Сол баяғы қаладағы азды көпті ойға алған шаруаларды реттеп келейін деп сапарлатқан кезім еді. Ақтөбе қаласына жетпей аты есімде қалмады. Ақкемер ме екен, Сағашелі ме? Нақтысын ұмытып отырмын. Сол жерден өте бергенімізде жанында отырған жас шамасы 40-тан асқан апамыз жанындағы жүргізушіге әңгімесін бастап жіберді. Осы жерден сол апамыздың әңгімесі кетеді. Осыдан 3-4 жыл бұрын тура осылай Ақтөбе қаласына жолға шыққанбыз. Ол кезде қыс мезгілі еді. Қала мен ауыл арасы 180 шақырым. Ол кезде қазіргідей сотовый телефон деген аты болмаса, қазіргідей интернетті дамып тұрған кез емес еді. Ол кезде еврейский маяк деген мода болатын сол кезде. Әй қойш, содан не керек? Таңғы салқынмен таңғы уақытта жолға шықтық. Біз шыққан уақытта күн ашық еді. Біраз жүріп алыстағанымыз сол-ақ еді. Ауа райы күрт құбылмасы бар ма? Алайда дүлей боран басталды да кетті. Ал керек болса, жүріп келеміз. Жол шаққа көрінеді. Қатты желден бе машинаның жылдамдығы да азайып қалған. Біраз уақытта бір әйел адамның иығыма қойған қолын сездім. Бастапқыда жанындағы көрші келіншек болар деп мән бермедім. Араға 15 минут салып тағы қайталанды. Бұл жолы құлағыма машинадан түсіңдер, қазір жарыласыңдар, өртенеді машиналарың дегенді апанық естідім. Мұны естіп қорқып кетіп, жүргізушіге тілім күрметіліп әзер жеткіздім. Бірақ ол, қоя салыңыз, азанда ерте тұрғаннан болар. Кеше жол жүрем деп уайымдағансыз. Содан ғой, ондай боп тұрады деп күлкіге басты. Өз-өзімді сендіріп, басылғандай болған уақытта, бір уақытта машинаның капотынан түтін шыға бастады. Жүргізуші әрі-бері терезеден қарағандай болып, «Хей, ештеңе емес. Күн боран, моторға қар шашырап кеуіп кетіп жатқан болар. Отыра бер» деп, бір уақытта капоттан от шықты. Оғалай, масқара, сасқанымыздан есік ашайын десек, ашылмай қоймасы бар ма? Біткен жеріміз осы шығар деп, иманымды үйре бастап едім. Жүргізуші, «Ана тұрған рычагты өзіңе қарай тарт, сені итеріп жатырсың» деп ашып берді. Уф, сыртқа шыққаным сол еді. Машина лезде отқа оранды. Ішінде керек заттары түгел қалды. Қабай, не болды бұл? Жолда қалғамыз қалай бұл? Енді далада қалдық қой, деп мазақстана бастады. Қой, ақыры не керек? Мына боран басылмады. Бұл жерден былайғы күні машина онша көп жүрмейді. Боранды күндері күдеріңді үзсең болады екен. Бір кезде талықсып құлап бара жаттым. Көзімді ашсам, бір аппақ көйлегі бар әйел адам маған қол бұлғап, «Мына жерге келіп жат, бұл жерде үсіп өлмейсің» деп, не де болса бардым. Расында айналамыз бораннан түк көрінер емес. Тек осы жер ғана түк болмағандай тып-тыныш екен. Таңертең бір жарық көрінді. Тұрып қарасақ, біз сай жерге жетіп қалыппыз. Ішімнен, тірі қалған екенбіз ғой. Осыдан елге аман есен жетейін. Осы жерге, сол әйелге арнап мазар тұрғызып берем, деп уәде бердім. Ақыры қалаға да жеттім. Болған оқиғаны көпке дейін ұмыта алмадым. Араға 2 ай салып қана өз уәдемді орындауға бел буып, сол жердің халқынан сұрастыра келе, ол әйелдің кім екенін тарихын біліп, басына көк тас қойып, мазарын тұрғыздық. Ол жерді көпшілігі біле бермейді. Ақтөбе қаласына барар жолда Ақкемерге жетпей, жолдың оң жақ бетінде қызыл құспен қаланған мазарат, сол кісінің мазараты. Тарихқа сенсек, ол жерде бір әйел адам емізулі баласымен жолда үсіп өлген екен. Сол үшін де ол әйелдің рухы тыныштық таппаған, мазаратта тұрғызылмаған деседі. Алайда маған көмектескені үшін ол кісіні мәңгі ұмытпаймын. Жанынан өткен сайын бет сипап, аруағына тағзым етіп тұрам. Осылайша кейіпкеріміздің оқиғасы аяқталады. Қымбатты көрермендер, бұл оқиға менің есімде
әлі күнге сақтаулы, еш ұмыта алар емеспін. Қазір сол апамыз осы оқиғаны тыңдаса, әрине өмірде бар болса, бір жымиып, бір күлімсіреп алар ма еді тәтті бір естелігінен. Біздің өмірімізде кейде миға қонбайтын, сана сезіміміз қабылдамайтын дүниелер болады. Тарихта бұл секілді оқиғалар болған. Қазақта өлі жібімей, тірі байымайды деп бекер айтпаса керек. Оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңыз үшін бек рахмет. Келесі кездескенше.